So'ran keyin barib biz sizlarga tarbiya soatini boshlaymiz. Al so'z кезегі Valiga. Sizlarga albatta kelgan bir necha so'rovim bor. Javob berishga tayinlasizlarmi? Birinchi so'rovim 25-Haziran nega Respublika kuni deb ataladi? Al nega Respublika kuni deb ataladi? Yaxshi, Dina javob beramiz. Sebebi bizning ata-bobolarimiz tavhiddan almashuv qilamiz. Yaxshi, rahmat. Son yılı 25 Haziran'da Kazakistan'ın ilk gündemi jariyalandi. Deklaratsiyada Qozog'istonning o'zolmoni, tabiiy boylig'ini, zaminini o'zgaruvchiga ega bo'lib bekitildi. Ikkinchi so'rov, Qozog'iston Respublikasining ramzlari qanday? Ramzlari qanday dedi? Al yaxshi, bir necha o'quvchi qo'l ko'tarib ekan. Yaxshi, ayol o'tiramiz. Yaxshi, kelesi javob bunday endi. Necha so'rab qo'yib o'ylaydi davay. Üçüncü soru, yo'lda degan Yo'lda deganimiz u o'zini tug'ilib, o'sgan және жақсы ko'rib, o'sayotgan yerida odam deb ataladi. Yaxshi bolalar, rahmat. Bolalar o'tiraveringizlar. Vali o'qib siraqda sizga bormi? Yaxshi, rahmatga Vali. Maqsadi bugun biz sizlarga Respublika kuni merekesining tarixiy және siyosiy ma'nosini tushunamiz. Ne себепті 25-Haziran Respublika kuni екенін нақты есімізде қалатындай болады. Бүгін сабақта тану, түсіну, тарихын білу болады. Екінші және бізде жаңа ұғымдармен танысамыз. Келесі екінші кезең бізде қауіпсіздік ережелер, яғни қауіпсіздік сағатына да уақыт бөледі екенбіз. Сөйтіп біз сіздермен бүгін тәрбие сағатын аяқтайтын боламыз. Түсінікті ғой, иә? Бүгін сіздерді мен арнайы 4 топқа өзім бөліп отырмын. Осы 4 топ бойынша бүгін сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Алдымен осы тәуелсіздіктің алдында қалыптастыру үшін видео материал көрейік. Кейін социалистік республикалар одағының қауымын қосағанымызды елдік егемендікке бір талан жақындады. Алғаш рет ел аумағының тұтастығы қазақ халқын және басқа да ұлт өкілдерінің мәдениетін, дәстүр, тілін қайта түлету, ұлттық бойынша өте бастады. 1995 жыл 18 қазанда алғаш рет ұлттық мереке болып жарияланды. Алайда 2001 жылы бұл мәртебеден айырылып, мемлекеттік мереке санатына өтті. Ал 2009 жылы сәуірде мерекелер қатарының бірі де алынып тасталды. Бұл қандай мереке тағы? Нұрай, тез жауап беріңіз. Қандай мереке? Республика күні. Алғашында Қазақстан деген мемлекет болды ма екен? Қандай мемлекет болды? Алғашында біздің Қазақстанымыз бір елдің қолында болды. Номер 3-7 жылдың жаралығымен Қазақ СССР-ның жаралығымен Қазақстан еркіндікте болды. Бізге осы тәуелсіздік күні, яғни осы біздің Қазақстан Республикасы болуы оңайлықпен келмеді, я балалар. Тәуелсіз мемлекетке жетуімізде өзіміздің туымыз бар, өзіміздің елтаңбамыз бар, өзіміздің әнұранымыз бар, өзіміздің қазба байлықтарымыз, өзіміздің президентіміз бар. Бұндай мемлекет болу тәуелсіз мемлекет, яғни біз осы республика күні үнемі жадымызда сақтап, ол қалай республика күні болғанын үнемі жадымызда сақтауымыз керек. Түсінікті ме? Енді ары қарай біз сіздермен топпен жұмыс істейміз. Топтарымызға мамандық береміз, бір мамандықтан. Сол мамандық бойынша өздеріңіз қорғайсыздар, елге адал қызмет ету үшін. Біреуіңіз басылы киіп шығасыздар. Уақыттарыңыз 2 минут. Денсаулық басшысы, елге адал қызмет ету үшін, тәуелсіздікті нығайту үшін қандай әрекет жасау керек? Ақылдасаңыз. Жол сақшысы керек па дейді, біздің еліміздің көтеуіне. Жол сақшысы біздің елімізге керек. Жол сақшысы
адамдарды тоқтатып және адамдарды жүргізіп көліктерді жүргізеді. Жол сақшысы болмаса адамдарды қалып кетуге мүмкін. Өміріне қауіп төнеді, иә? Жол сақшылар бізде республикамыз көркеуіне қандай салды? Адал қызмет ету керек па? Адал қызмет ету деген қандай? Мысалы, бағдаршамда кейбір кезде істемей қалуы мүмкін. Сол кезде жол сақшылары бізге көмек жасалады. Ол өзінің қолдап таяғымен бағдаршамның рөлін атқарады. Денсаулық мамандығы ол адамдарды емдейді және ол адамдарға көмектесіп денсаулығын сақтайтын адамдарды денсаулық сақшысы деп айтады. Дәрігерлер біздің еліміздегі ең басты мамандық болады. Себебі ол адамның денсаулығына қатты маңызды болады. Және де дәрігерлер миллиондаған, мыңдаған адамдардың өмірін сақтаған. Өмірін сақтап қалады, иә? Сол себепті елімізге адал қызмет ететін дәрігер болу үшін не істеу керек екен? Адал еңбек етіп, адал жұмыс атқару керек. Рахмет сіздерге. Отырыңыздар. Өйткені олар көптеген адамдарға еңбек қылып береді. Дәрігерлер сізде арнайы құрылысшылар біздің елімізге де бұл маңызды. Менің ойымша, сол құрылысшылар да маңызды, себебі олар біздің халқымызға, елімізге, отанымызға әдемі салып беріп, біздің елімізді көркем етеді. Бізге жылы заңды мектепте күшті үйлер, әдемі үйлер салып береді. Өте дұрыс айтасыздар. Екінші топтың ойлары өте тамаша. Елімізге адал қызмет ететін еңбек ері болуға балаларды шақырамыз. Зәулім үйлер керек. Біздің астанамызға жаңа ғимараттар, басқа да қалаларды дамыту үшін олар адал еңбек ететін еңбек ері болу керек. Рахмет сіздерге. Шапалақтаймыз. Ағынды өзен асқақтау көрінсем, мен оның қасиетті тілінсем, мен оның құдіретті үнінсем. Бақ жөндегі сүйемін құбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғай оқуның шығыздаған. Отан, бәрінен бие екен, мен оны мәңгілікке сүйгізем. Атам екен отан деген туған жер, отан ана отан, екен Қазақстан туған ел. Жақсы. Келесі, әрбір топқа командасына бір баланы шақырамын ортаға. Бір оқушы шықсын, бірінші команда. Бірінші ойынның мақсатын таныстырайын. Қазір ойынның мақсаты. Сіздер оқып отырыңыздар. Ойынның мақсатын таныстырайын. Мына жерде сіз енді осы бір санға жақтырасыз ба? Біреуін алыңыз. Қай санға жақтырасыз? Енді бұл жерде сізге үш деген сұрақ екен. Үш деген карточка. Алып кетесіз, командаңызбен айнала беріңіз. Сұрағыңызды айнала беріңіз. Біреуін жақтырасыз. Бұл сұраққа балалар ойының шарты бойынша бірінші десте республика, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні деген сияқты жауап беру керек болады. Дайынбыз ба? QR-кодпен сіздер ойын ойнайсыздар. QR-кодпен телефонды сканерлейсіздер. Біреуін сканерлейсіздер. Бір топтан біреуін сканерлейсіздер. Біреуін сканерлейсіздер. Жақсы, аружан жауап. Бір адам беретін болса бәрі ойнай беріңдер. Кім жеңеді. Ал жақсы, QR-кодпен ашылыңдар. Бірінші, адалдық деген не? Және адамдарға
айтады? Осы аптада не сөзі? Тәуелсіздіктен отан соғылу, айдың айы. Бағана айтқан. Тәуелсіз білмейсіз? Отан отбасынан басталады. Отан отбасынан басталады деген сөз ғой, иә? Осы айтты, дұрыс сонда. 25 қазан. Республика күні, иә? Иә, біздің неміз болып та қазір бізде енді қараңыздар, сиқырлы сандықтың ойын шарты мынандай. Сіздерге былай дейді. Ойын шарты сенің алдында 8 сиқырлы сандық берген. Осы сандықта қызықты сұрақтар жасырылған. Және де қалаған сандықтарында тапсырманы орындап, және орындаған сұраққа дұрыс жауап беріп, қазынаға ие бол дейді. Жақсы, бірінші сұрақ бойынша. Балалар, біз осымен республика күніне арналған тәуелсіздік, республика күніне арналған тәрбие сағатын қорытындылады осы ойын арқылы. Сиқырлы сандық арқылы сізге сұрақ қойылды, және де сіздер ол сұрақтың мәнін де мағынасын да түсіндіңдер. Енді біздің тәуелсіз мемлекетіміздің туын биікке көтеріп жүретін өздеріңізді жәнегі жас ұрпақ және жас мамандық, өздеріңіз қорғап шыққан адал азаматтар біздің мемлекетіміздің көркеюіне атсалысатын кез келген осы жерде отырған барлықтарыңыздың қолдарыңызда. Сіздерге енді келесі бізде бүгін бөлігіміз қауіпсіздік деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы ойын алаңындағы қауіпсіздік ережелерін білу. Ойын алаңында қауіпсіздік ережелерін қалай сақтаймыз? Кім айтқан жоқ соны? Доп ойнап жатқанда жолға доп шығып кетсе, оның артынан жүрмейміз. Келесі. Достарымен жаймен біреумен төбелесіп қалмау. Төбелесіп қалмау. Жақсы, келесі. Аңсар. Қайталап. Өзен адамдармен ойын алаңында сөйлесуге болмайды. Келесі, Ясина. Жүріп кеткен оны күту керек. Дұрыс айтасыз, молодец. Келесі. Кезекпен тәртіп, ауа райын ескеру, далаға шықтым, ойнадым деп шығып кетуге болмайды бала, иә? Ең бірінші ауа райына назар аудару керек. Ыстық күндері бас киім, су дегендерді ұмытпау керек, ашық алаңда қауіпті екенін есте сақтау керек. Екінші, кезекпен тәртіп. Ойын алаңында әрқашанда кезек күту керек. Әткеншек ойнап жүрген балалар көбіне үлкен балаларға жол бермейді, иә, кіші балаларға. Немесе итеріп жібереді, оларға көмек қолын созбай, оның барлығы жәнегі ережеге жатады балалар. Олар өміріне қауіпті. Құралдарды тексеру. Кейде әткеншектер істен шығып тұрады, иә. Соны сіз байқамай қаласыз, басыңызға құлауы мүмкін, немесе өміріңізге қауіп төндіреді. Осындай ойын алаңына барғанда ең бірінші ойнайтын құралдарды тексеріп алу керек. Түсінікті ғой, иә? Сонымен қоса бізде міне қауіпсіздік ережелерге балалар есіндегі көп мынандай доп үшін жолға шығып кетуге болмайды, доптың қызығына түсіп, бәріміз де бала болдық, иә? Сол кезде допты теуіп жүріп, қалай машинаның алдына жүгіріп кеткенімізді байқамай қаламыз. Бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды. Әрқашанда көмек қолын соз дейміз, бірақ екінші жағынан бөгде адамдарды, бейтаныс адамдармен сөйлесуге болмайды. Қоғамдық жерде ұрыссыз шығармау керек, дереу кетіп қал. Егер біреу төбелесіп жататын болса, біреу айғайлап жатса кетіп қал. Өзіңіздің жануарыңызды, итіңізді, мысығыңызды алып, қоғамдық көлік орындарға шықпа деген. Осыларды белгілеп шығу керек болады. Әрбір командадан бір бала шықпаған, тақтаға шықпаған балалар галочка қоясыздар. Егер дүзу болса, мысалына сұрақ дүзу ма? Жоқ, солай ғой. Бұлай X қоласыздар. Дүзу болса галочка қоясыздар. Яғни неге екеуін қате, және де дұрыс дейді. Жақсы, отырыңыздар майыстар. Енді балалар, ойын алаңдағы қауіпсіздік ережелерін үйден ата-аналарыңызбен бірге талқылау үшін мен сіздерге мынандай таратпа материалдар дайындадым. Осы арқылы сіздер үйден ережені жаттап, қарап, үнемі өздеріңіздің өмірлеріңізге қауіп төндірмейтіндей қарап жүресіздер. Жақсы ма? Барлықтарыңызға осы жерден өздеріңізге таратып алыңыздар. Қарап отырамыз.
әрқашанда өз елдеріңіздің патриоты болыңыздар. Сабақтарыңызды мықты оқып, елімізге адал қызмет етіңіздер, иә? Солай ма? Ойларыңызға құндылықты дарытқан мықты азамат болуларыңызға мен сіздерге тілектеспін. Және де қай жаққа барсаң да, қай мемлекетке жарысқа барсаңыздар да, әрқашан өздеріңіздің елдеріңізге деген патриоттық сезім болу керек. Қарашы кең далама, мәз боласың, қосайсың жас балаға. Ол шеттімен, бұл шетіне жүгірсең, шашайсың ба, құмайын ба, қанама. Вадайма, алтын бесік туған жер. Қадіріңді кезсен білмей кеше гөр. Жата алмас сен топырағында тебіренбей. Ақын болмайын, тасым болсам. Мен егерде, осы бүгінгі кәлбесаға аяқтағым келеді. Қолдарыңыздағы ұялы телефондарыңызбен бүгінгі сабаққа өзімді бағаларыңызбен мен не көрдім, қандай ережесін сақтаймын, мен қауіпсіздігін аламын ба деген сұрақтарға осы пилотшылық арқылы жауап бересіздер. Рефлексиядан көруге болады, біздің сабақтың өте қызықты өткенін, айым жазыпты, сапалы сабақ болды, қызықты болды деп сіздерге ұнаса болды балалар. Апта сайын біздің сабағымыз осындай кәлбесаға танымдық, қауіпсіздік ережелеріміз түрлі болып отырады. Сіздермен бүгін сабақ өткізгеніме өте қуаныштымын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.